Сәлем достар, сіздермен бүгін мерекелік дастарханға арнап әдемі порционный десерттер, яғни трайфлдар жасайтын боламыз. Менде красный бархат тортының бисквиті, коржы және крем-чиз. Ең алдымен стаканымызға аз-аздан салып шығамыз. Сосын үстінен әдемі насадкамызбен кремімізді сығып шығатын боламыз. Егер бұндай насадкаңыз болмаса, сіздер әшейін жаймендеп, тегістеп құйып шықсаңыздар да болады. Крем-чиздің рецептісін астына жазып қалдыратын боламын. Міне барлығына құйып шықтық. Енді ортасына өздеріңіз қалаған начинканы салсаңыздар болады. Ягодалар салсаңыз болады. Мен шоколад салдым. Енді үстінен қалған корждарымызды бөліп салып шығатын боламыз. Міне салып алдық. Енді бетіне кремімізді әдемі етіп құйып шығамыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Ягодалармен, таңқураймен әдемі шығатын болады. Десертіміз бір түн пропиткада тұратын болса, өте дәмді болып шығады. Және әрбір мерекелік дастарханның сәнін келтіреді деп ойлаймын. Жаңа жылға дайындап көріп, отбасыңызды қуантыңыз. Міне десерттеріміз дайын.